Сіздер Дархан Дала бағдарламасын көріп отырсыздар. Аумағы бойынша 9-шы орында тұрған еліміздің бір өңірі ақ қар көк мұздың құрсауында жатса, екінші бір өңірінде күн шуағын молынан төгіп тұр. Оңтүстік Қазақстан табиғатының жанға жайлы, ал халқының қонақжай екеніне көзіміз жетті. Біз облыстың мәдениеті мен тарихын танып қана қоймай, жергілікті тұрғындарды нендей мәселелерін толғандыратынын, еңбек ету жағдайларын, сонымен қатар демалыс уақытын қайда өткізетінін біліп қайттық. Бүгін сіздерді Дархан Даламыздың шағын әрі ірі қалаларына қызықты саяхатымызды тамашалауға шақырамыз. Бүгінде Шымкент Қазақстанның халық саны бойынша екінші және орналасқан аумағы бойынша бірінші қаласы, әрі еліміздің ірі өндірістік, сауда және мәдени орталықтарының бірі болып табылады. Шаһардағы тұрғындар саны қала маңындағы аудандарды қоса алғанда 1,5 миллион адамға жуық. Қала атауының шығу тегі туралы алуан пікір бар. Десек те әртүрлі тарихи деректердегі ғалымдардың ойлары бір арнаға саяды. Яғни Шымкент атауын жасыл қала, бау-бақшалы қала, шыммен қоршалған қала деп түсінуге болады. Астанада 20 градус аяз. Ал Шымкенттің 4 тараптан соққан ызғырық желі бар бұл ең жоғары нүктесінде қазір шамамен 5-7 градус жылы. Сонымен гүлденген қала, шырайлы Шымкентпен танысуды бастайық. Ұлы жүздің бірнеше ірі руларының түп атасы саналатын Бәйдібек би ескерткішінің жанынан қаланың барлық аумағын көруге болады. Сондықтан қалаға алғаш келген әрбір адам мұнда міндетті түрде келуі тиіс. 220 метр биіктікте орналасқан алып ескерткіш Шымкенттің солтүстігінде орналасқан. Міне нағыз Шымкент алабайы. Ал мен Ұлы Жібек жолы арқылы керуенмен жүріп өтуді үнемі армандаған едім. Сол арманыма бүгін қол жеткізген сияқтымын. Шымкент 12 ғасырда Ұлы Жібек жолының керуен жолдарының түйіскен тұсында қалыптасқан. Ғасырлар бойы саяхатшылар мен ғалым зерттеушілердің, саудагерлердің ордасы болған Шымкентке деген олардың қызығушылығы әлі күнге дейін басылмаған. Балаларға бұл жерде өте қызықты болады деп ойлаймын. Сәулет және тарихи ескерткіштерден басқа мұнда отбасылық демалысқа арналған түрлі демалыс орындары бар. Ғимарат ішіндегі іс-шараға баруға қашанда үлгереміз, әзірге таза ауа табиғат аясында серуендеп қайтайық. Қаланың 50 гектардан астам аумағы мыңдаған құстар мен жануарлардың мекені. Мұнда флора мен фаунаның азайып бара жатқан түрлері де бар. Балалық шаққа саяхат жасап қайтайық. Саламатсыз ба? Маған бір билет бересіз бе? Рахмет. Балаларға арналған билет 200 теңге, ал менің билетім 400 теңге. Саламатсыз ба? Саламатсыз. Рахмет. Ал мұнда кім нелер бар екен көрейік? Шымкент мемлекеттік зоологиялық саябағы еліміздегі ірі зоосаябақтардың бірі. Биыл саябақтың құрылғанына 35 жыл толады. Мұнда жердегі 6 құрлықтан әкелінген 219 түрлі 1,5-нан аса аңдар мен құстар бар. Олардың арасында сирек кездесетін қызыл кітапқа енгендері де бар. Амур жолбарысының күш қуатына тең келетін жануарлар әлемінде жыртқыш жоқ десе болады. Ал олардың дауысы адамның саусақ іздері сияқты қайталанбайтын ерекше. Амур жолбарыстарынан басқа мұнда мысық тұқымдас өзге де жануарлар бар екен. Аң патшасы арыстан торда жатса да айбынды көрінеді.
Силеусин болса кәдімгі үй мысығынан сәл ғана үлкен екен. Сондай-ақ мұнда бұрын көрмеген сирек құстарды да көріп қайттым. Зоосаябақ әкімшілігінің айтуы бойынша 2017 жылға қарай мұндағы реконструкция жұмыстары аяқталған соң саябақ бұдан да кеңейіп көркемдене түспек. Демек қайта оралуға себеп бар. Зоосаябаққа түс кезінде барғандықтан ондағы жануарлардың қомағайлана тамақтанғанына қарап өзімнің де әлі түстенбегенім есіме түсті. Мысалы, жергілікті тұрғындар мақтауын асырған Шымкент палауының дәмін татып көруге болады. Маған сіздердегі атақты палау мен Ташкент шайы. Палаудың алғаш рет қай жерде дайындалғаны көпшілікті қызықтыратыны рас. Орта Азиялық палаудың шығу тарихы әлі де құпия болып қалуда. Рахмет. Иісі мұрын жаратын алтын сары күрішпен қуырылған қой еті кез келген адамның тәбетін ашатыны рас. Телевидение әлі де адамның иіс сезу қабілетіне әсер ете алмаса да, сіздер шырайлы Шымкентте ғана дайындалатын тамаша палаудың иісін сезіп отырсыздар деп ойлаймын. Палау шынымен де өте дәмді екен, ал Ташкент шайы енді менің сүйікті сусыныма айналды. Таза ауадағы серуен, дәмді түскі астан кейін кешкі сейіл алдында біраз тынығып алу қажет сияқты. Енді ерте күнді кеш қылмай жақсы бір қонақ үй тауып алу керек. Көшедегі адамдардан сұрастыра жүріп іздегенімді таптым. Келісті интерьері, сыпайы персоналы және жайлы таза бөлмелері маған ұнады. Атына заты сай қонақ үйге 4 жұлдызды бекер бермепті. Саяхатшыға қажет дүниенің бәрі бар екен. Бағасы да қалта көтер алатындай. Десек те, Шымкентте бұдан арзанында табуға болатын сияқты. Оны кейінге қалдырайық, әзірше тынығып, қала тұрғындарының кешкісін қайда демалатындарын көруге барамыз. Қала тұрғындары мен қонақтары қысты күні тіпті жыл бойы кешкісін зерікпейді деуге болады. Өйткені мұндағы түрлі өнер ұжымдарының, Қазақстан эстрада жұлдыздарының гастрольдері мен концерттері кешіңізді мәнді етіп қана қоймай, жақсы көңіл күй сыйлайды. Сәлеметсіз бе? Рахмет. Біз де мұндай мүмкіндікті құр жібермей, концертке келдік. Бүгін бір тамаша күн болды. Шымкенттің жайма шуақ ауа райы, жайдары адамдары, сұлу табиғаты алғаш келген адамды бірден баурап алады. Көне мен жаңа үйлесім тапқан бұл қаланың бүгінге ұсынары да мол. 9 жолдың торабындағы шаһар 4 тарапқа кеңінен қанат жайып өркендеп келеді. Шымкенттің тарихи, археологиялық, мәдени орындарын, табиғат ғажайыптарын аралап шығу үшін бір күн жетпейтіні анық. Сондықтан біз саяхатымызды әрі қарай жалғастырамыз. Келесі аптада жүздескенше.